Венесуэла немесе Боливариан Венесуэла республикасы оңтүстік Америкада орналасқан мемлекет. Үшінші әлем елдеріндегі экономика жағынан ең нашар ел болып саналады. Елдің экономикасы соңғы жылдары күрт төмендеуде. Мемлекет әлемдегі ең ірі мұнай қорына ие болғанымен, қазіргі басшылықтың өте тиімсіз саясатының арқасында ел іс жүзінде банкрот болудың алдында тұр. Венесуэла мемлекеті өзінің үлкен мұнай қорына байланысты әлемдегі ең бай елдердің бірі болып саналады. 2018 жылдың басында 300 миллиард баррель немесе әлемдік қордың 17%-ын алып жатыр. Алайда бұл елдің азаматтары ешқашан жоғары сыбайластық пен мұнайдан түскен барлық кірісті иемденген алаяқ адамдардың арқасында бай өмір сүрген емес. Халықтың 95%-ы кедейлік шегінен төмен өмір сүреді. Сонымен қатар, Венесуэла әлемдегі азаматтар үшін қауіптілік деңгейі ең жоғары мемлекет болып саналады. Елде көп қылмыс болу жағдайы соншалық, үкімет қылмыс статистикасын жариялауды тоқтатқан болатын. Соңғы статистикаға сүйенетін болсақ, 100 мың адамға шаққанда 81,4 кісі қайтыс болады екен. Неге осындай жағдай болғанын түсіну үшін сізге мемлекет тарихымен қысқаша танысу қажет. Достар, бұл қызық екен арнасы. Біздің қызықты әлем жайлы арнаға жазылып бағалап отырыңыздар. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Бастапқыда Венесуэла аумағында үндістер, аравак тайпалар қоныстанған. Олар егіншілікпен және балық аулау шаруашылығымен айналысқан болатын. 1498 жылы саяхатшы Кристофер Колумб бұл жерге алғашқы қадам жасап, ал 1499 жылы саяхатшы Америка Веспуччи бұл жердің табиғатына тәнті болып, өзендерге салынған және тіректерде тұрған жергілікті ауылдарды көріп, қараңдар, кіші Венеция деген. Бұл яғни испан тілінен аударғанда Венесуэла дегенді білдіреді. Елдің атауы осыдан шыққаны анық. Уақыт өте жергілікті афроамерикандық, метис, креол халқының қатарына испандықтар көшіп келеді. 18 ғасырда Испания халқы кофе, какао саудасынан үлкен пайда таба бастайды. Бірақ жергілікті халық испандықтар байып жатқанда ешқандай пайдасы қалады. Сондықтан елді 2 ғасыр бойы әскери төңкерістер мен шайқастар алып жатады. Бірақ нәтижесінде байлар одан да байып, кедейлер қайыршыға айналады. Кедейлер мен байлар арасындағы айқын теңсіздік Венесуэланың астанасы Каракас қаласында тараған. Есірткі саудасы, адам ұрлап сату, сыбайлас жемқорлық. Бұл жерде адам сенбейтін мөлшерге дейін өсіп кеткен. Елде күніне 30-ға жуық адамдар қайтыс болып жатады. 1999 жылы таққа отырған президент Уго Чавес жағдайды бұруға тырысады. Ол табиғи ресурстарды мемлекет меншігіне алып, байларды қолға үйретіп, ұлттық мұнай корпорацияларына салық мөлшерін көтеруге мәжбүр болады. Түскен қаражатқа елде тегін ауруханалар, мектептер, мемлекет меншігіндегі фабрикалар мен зауыттар салынады. Жалпы Уго Чавес елдегі өмір сүру деңгейін едәуір көтереді. Алайда ол қылмысты жеңе алмады. Елде әлі күні байлар мен кедей, мемлекет пен халық арасында қылмыс жасаушылық пен соғыстар болып жатыр. Венесуэла елі саяси соғыс алаңына айналған және болашағы ашық болатынына сенімсіз мемлекет.